Жусан банк туралы 10 дерек. First Heartland Жусан банк – қазақстандық бөлшек банк. Бас кеңсесі Алматы қаласында орналасқан. Екі мың 23 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша оның 19 аймақтағы филиалы, 116 бөлімі бар. 2023 жылы Ғалымжан Есенов айналымдағы жай акциялардың 98,84% иеленіп, банктің ірі акционері атанды. Директорлар кеңесінің төрағасы Ғалымжан Есенов, басқарма төрағасы Арман Мангитов. Мың 1992 жылы 17 қаңтарда Цесна банк акционерлік қоғамы құрылды. 2019 жылдың 6 ақпанында Цесна банкінің 99,5% акциясы First Heartland Securities акционерлік қоғамына сатылды. 2019 жылдың 29 сәуірінде банк акционерлері Цесна банктың атауын First Heartland Жусан банк акционерлік қоғамы деп өзгерту туралы шешім қабылдады. 2019 жылдың 2 қыркүйегінде First Heartland Жусан банк акционерлік қоғамы мен First Heartland банк акционерлік қоғамы бірігуі жүзеге асырылды. Біріктірілген банк First Heartland Жусан банк активтері 1,264 триллион теңгені құрады. 2020 жылдың 30 желтоқсанында First Heartland Жусан банк акционерлік қоғамы АТФ банк акционерлік қоғамы акцияларының 99,76% сатып алды. First Heartland Жусан банк мемлекеттен бірнеше рет қаржылық көмек алды. Егер Жусан банктың Цесна банк пен АТФ банкінің сатып алу кезінде мемлекеттен алған табыс сомасын қоссаңыз, сонымен қатар қаржылық жүктемені азайтсаңыз, 2019-2020 жылдар ішінде 1,3 миллиард доллар банк алған болып шығады. 2019 жылдың соңында Жусан банк Ресейде орналасқан еншілес ұйымы PGSC Plus банк сақтап қалу үшін мемлекеттен 20,8 миллиард теңге көлемінде қосымша қаржылық көмек алды. Екі мың 19 жылы жұмысшылар саны 4302. Жарғылық капиталы 255,563 миллион теңге. 2023 жылғы 1 қаңтардағы деректер. Меншікті капитал 573,649 миллион теңге. 4 мамыр 2023 жылғы деректерге қарағанда. Активтері 3,122,814 миллион теңге. 2023 жылғы 4 мамырдағы деректерге қарағанда. Назарларыңызға рахмет.